Көшедегі жеңіл жүрісті қызбен пара алатын парақордың қандай айырмашылығы бар? Құрметті достар, мен өз басымнан өткен бір істерді осы жерде сіздерге айтып берейін. Осыдан 10 жыл бұрын, 2012-2013 жылдары, мен алғаш келген жылдары Қытайға қайта барғыштап жүрген едім. Сол кездердің бірінде Қытайға бара қалдым. 6 ай уақыт өтіпті бармағаныма. Сонымен Қытайдағы достарым күтіп алды. Дастархан жайды, отырдық, неше түрлі жанды сулар келді. Іштік, шуладық. Сонымен түннің бір уағында қайтатын болдық. Қайтатын кезде бір досым арамызда ішпей отырған. Ол өзінің жүк машина айдап жүргенін, КамАЗ айдап жүргенін, және олны қазір бір жерге апарып тастайтынын айтып ішпей отырған. Сонымен сыртқа шыққанда ол менімен әңгімелескісі келетінін, менімен бірге КамАЗға отыр, бір жерге барып жүкті апарып келеміз, әңгімелесеміз деп солай қолқа салды. Жарайды деп басқа достармен қоштасып, ана досыммен еріп, КамАЗына отырып, жол жүріп кеттік. Бір аудан мен екінші ауданның аралығы 60-70 километр еді. Жолда кетіп бара жатырмыз. Әңгімені жібердік. Бар білгенімді айтып бара жатырмын. Ол өзінің Қазақстанға келетінін, Қазақстан жөніндегі ақпараттарды айтуын сұрады. Сонымен жолдың ортасына келгенде ақалу пунктіне келдік. Оның ойында бізбен бірге отырып, ақалу пунктіндегі май қызметкерлері ұйықтағанда біз ақалу пунктінен өтіп кету керек еді. Бірақ өкінішке орай ақалу пунктінде май қызметкерлері әлі ұйықтамаған екен. Сонымен соларға ұсталдық, тоқтадық, тексерді, бәрін тексерді. Машинада жүк артық тиелген, неше түрлі нарушениелер болды. Сонымен машинаны ұстап қалды. Машина ол жігіттің өзінікі емес еді. Жалданып жұмыс жасап жүрген хазиндік еді. Хазин Қытайына звондап еді, ол келетінін айтты. Сонымен біз күттік. Біраз күттік. 1-2 сағаттай уақыт өтті. Түннің бір уағы, қараша айы болатын. Сонымен жынды судың буы бар. Мен жерге түсіп, қайта кәйлерге барып, сол жердегі май қызметкерлеріне барып, біреу Қытай, біреу қазақ жігіт еді. Өзімше Қазақстанда жүргендіктен қазақстандық акцентпен сөйлеп, братан деп, олармен сөйлесіп, Қытай шығып кеткен бір моментте қазақ жігітке келісейік дегендей сынай білдірдім. Ол сыңайымды байқаған ол жігіт терезенің ар жағында тұрып, ол терезенің ішінде тұр, мен сыртында тұрмын. Не дейсің дегендей айтты. Орамалыңды береміз, келісейік, бізді жібере қойсаң дегендей айттым. Ол жігіт сыртқа шықты, шапкасын киді, жағасын түзеп, маған түп-түзу келді да, тура бетіме, бетін қаратып, тақалып тұрды. Әрине білем, май қызметкерлері адам ұрмайды, сабамайды, полициядар. Мен де тұрдым. Тура бетіме тақап тұрып, мені кім дейсің деді. Мені кім деп тұрсың? Мені ана көшедегі жеңіл жүрісті қыз деп тұрсың ба? Ақшаға көне кететін деп сөйтті. Әрине Қытайда да сондай жеңіл жүрісті тұратын көшелер болатын. Сол көшелердің біреуін айтты. Сол көшедегі жеңіл жүрісті қыз деп ойлап тұрсың ба мені? Ақшаға көне кететін деп сөйтті. Сол кезде Қытай келе қалды, Қытай жігіт. Не болды деді. Соны ештеңе болған жоқ деді. Аузыңды байқап сөйле бауырым, Қазақстаннан келсең деп маған сол Қазақстан жөнінде бірнеше жағымсыз әңгімелер айтты. Сонымен кетіп қалдым. Осы жерде ой түйетін нәрсе. Көп ойландым содан кейін.
Ақшаға көне кететін парақорлар көшедегі жеңіл жүрісті қыздан расында айырмашылығы жоқ екен. Егер сіз көшеде кетіп бара жатып, бір қызға ақшаны көрсетіп, өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз, егер ол түзу қыз болатын болса, жылайды, ағадарын шақырады, милиция шақырады, сені сабатады. Ал егер де сіз жеңіл жүрісті қызға ақшаны көрсететін болсаңыз, ол бірден көне кетеді. Ал енді парақорларды ойласаңыз да солай. Нақты пара алмайтын адамға ақшаны көрсететін болсаңыз, ақша жөнінде пара беретін болсаңыз, ол біріншіден көнбейді, екіншіден сізді сотқа береді. Ал ақшаға көнетін, пара алатын адамдар, ол бірден көне кетеді және сіздің жұмысыңызды бітіріп береді. Аумайды көшедегі жеңіл жүрісті қыздар сияқты жұмысыңызды тез арада бітіріп береді.